Қазір сіздермен шығаратынымыз міне мынадай иррационал теңсіздік екен. Бұны шығару үшін ең бірінші мына теңсіздіктің таңбасына назар аударсақ, түбір, яғни түбір астындағы fx үлкен gx болып тұр екен. Ал бұл gx бізде теріс санда шығуы мүмкін, оң санда шығуы мүмкін. Ал бірақ та мына теңсіздіктің сол жағынан әрдайым оң сан шығады, бірақ ең кем дегенде 0 ғана шығуы мүмкін. Сондықтан бұл есепті шығару үшін біз қазір 1 қосылған 3 бөлінген x-ті үлкен тең 0, яғни мына теңсіздіктің оң жағы оң, яғни таңбасының оң болатын жағдайын қарастырамыз. Яғни теңсіздіктің екі жағында да бізде таңбалары оң болғандықтан, онда екеуін де квадраттай аламыз. Және де тағы да бір ескеретініміз, мына түбірдің астында тұрған өрнектің мағынасы болу үшін 9 бөлінген x квадрат минус 3 үлкен не тең 0 болу керек. Ал енді барып, мына теңсіздіктің екі жағында квадраттаймыз. Сол кезде 9 бөлінген x квадрат минус 3 үлкен 1 қосылған 3 бөлінген x-тің квадраты деген шығады екен. Міне осы үш аралықты қиылыстырамыз. Ал енді бұмен біздің есебіміз аяқталған жоқ. Ары қарай есептеу үшін тағы да бір жағдайды қарастыруымыз керек. 3 бөлінген x 3 қосылған 1 қосылған 3 бөлінген x-тің мәні 0-ден кіші болатын жағдайын қарастыруымыз керек. Сонымен мына теңсіздіктің оң жағы 0-ден кіші болса, онда түбірдің астынан шығатын мән әрдайым одан үлкен болады ғой. Біз тек қана 9 бөлінген x квадрат минус 3-ті үлкен не тең 0 деп қана қарастырады екенбіз. Себебі бізге тек қана мына 0-ден кіші болатын жағдай үшін түбірдің астындағы өрнектің мағынасының болғандығы ғана қажет болады. Сонымен осы екі аралықты бір-бірімен біріктіруін аламыз. Ал енді бірінші теңсіздікті шығару үшін бұған x-тан берем, мынаған x квадраттан беретін болсақ, онда мынадай рационал теңсіздікке келеміз. X қосылған 3 бөлінген x үлкен не тең 0. Келесі 1-ден 3-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсек, 3 азайтылған x-тің квадраты бөлінген x квадрат, ол үлкен не тең 0 болады екен. Бұл біздің мына екінші теңсіздігіміз. Ал енді мына үшінші теңсіздікті шығару үшін 9 бөлінген x-тің квадраты минус 3 үлкен 1 қосылған 6 бөлу x қосылған 9 бөлінген x квадрат деп жазайық. Сонда x квадрат пен x квадраттың бір-бірімен жойылып кеткенін көрдік. Ал енді осы үшеуін қиылысуын аламыз. Ал енді мына екінші аралығымызға келетін болсақ, бұл да тура жаңағыдай x қосылған 3 бөлінген x 0-ден кіші болады. Келесі 3 азайтылған x-тің квадраты бөлінген x-тің квадраты, бұл үлкен не тең 0 болады екен. Және осы аралықтардан шыққан аралықты біріктіреді екенбіз. Міне осы теңсіздіктердің шыққан аралығымызды. Ал олай болса, бастайтын болсақ, бірінші бұны есептейтін болсақ, ең бірінші бұның 0-дерін тауып алуымыз керек қой. Яғни мен бұны түрлендірейін тағы да. X қосылған 3 бөлінген x, бұл үлкен не тең 0 болады екен. Келесі 3 азайтылған x-тің квадраты бөлінген x квадрат, бұл үлкен не тең 0. Ал енді мына теңсіздікті есептейтін болсақ, бұл теңсіздіктің барлығын мен қазір теңсіздіктің сол жағында тұрған минус 3-ті теңсіздіктің оң жағына өткізсек, бұл 4-ке x-тан беретін болсақ, 4x қосу 6 деген шығады екен. Олай болса, бөлшектің алымында 4x қосу 6 бөлімінде x, бұл қандай болады екен? Үлкен 0 болады екен. Жоқ, үлкен емес, кіші болады ғой. Себебі x-тердің және сандардың барлығын біз мына теңсіздіктің оң жағына өткіздік. Сонда бұл кіші 0 деген шықты. Ал енді мына теңсіздіктің өзін қайтадан көшіріп жазайық. X қосылған 3 бөлінген x кіші 0-ден, келесі 3 еселенген 3 азайтылған x-тің квадраты бөлінген x квадрат, бұл үлкен не тең 0. Екеуінің қиылысуын аламыз және ең соңында біріктіреміз. Ал енді бұна теңсіздікті қалай шығарамыз? Бұл теңсіздікті шығару үшін ең бірінші ойымызға келетіні, яғни теңсіздіктерді шығаруда ең көп қолданылған әдіс, бұл интервалдар әдісі ғой. Сонымен минус 3 және 0 деген сандардың бұның төр екенін көреміз. Сонымен минус 3 және 0. 0-ді бояйық. 0 бірақ боялмайды, өйткені бөлімінде тұр ғой бөлшектің. Сонымен бізге керегі бұл 0-ден үлкен болатын аралық екен. Сонымен 0-ден үлкен кез келген санды алсақ, таңбасы плюс, минус, плюс, сонымен плюс аралығын бояймыз. Бұл міне мына бірінші теңсіздікті қанағаттандыратын аралығымыз. Ал енді екінші теңсіздікті қанағаттандыратын аралыққа келетін болсақ, бұл қалай болады екен? Соны салайық.
міне x, бұның түбірлері плюс минус түбір асты 3 екенін көрдік. Олай болса, міне минус түбір асты 3 бұл боялады. Келесі түбір асты 3 ол 0-ден үлкен, сондықтан міне түбір асты 3 мында орналасады. Ал енді тағы бір түбірі 0 екенін көреміз. Міне 0. Енді осының таңбасын анықтайық. Түбір асты 3-тен үлкен болатын кез келген санды алсақ, таңбасы теріс болады. Мысалға енді 1-ді алайық. 1-ді апарып қоятын болсақ, таңбасы плюс. Минус 1-ді апарып қоятын болсақ та таңбасы плюс болады. Енді минус мысалға 6-ны апарып қояйық. Минус 6-ны апарып қойсақ, бөлшектің алымынан теріссен, бөлім оңсан, демек онда бұл кезде таңбасы минус болады екен. Сонымен бізге керегі міне мұна плюс аралықтары. Ал енді мұна үшінші теңсіздікті шығаратын болсақ, оның түбірлері минус 1,5 және 0 деген сандар екенін көреміз. Минус 1,5-ті салайық онда. Минус 1,5. Келесі 0. Бұл бөлшектің бөлімінде тұр. Ал енді 0-ден үлкен кез келген санды апарып қоятын болсақ, бұл кезде бізде таңбасы плюс, минус, плюс деген шығады. Ал бізге керегі мұна минус аралығы. Бірінші міне осы үш аралықты бір-бірімен қиылыстырайық. Сонымен бұл үш аралық бір-бірімен қиылысатын болса, не шығатынын көрейік. Көріп отырғандарыңыздай, бұл үш аралық бір-бірімен қиылыспайды екен. Яғни мынадан бос жиын шығып отыр. Міне мұна үш аралықтан бос жиын шықты. Ал енді келесі мұна екі аралықты шығарайық. Міне бұдан көріп отырғандарыңыздай, ортақ, үшеуіне де ортақ болатын аралық жоқ екен. Демек, онда x тиісті бос жиын болады. Енді мен мұна екінші теңсіздікті салайық осы жерге. Екінші теңсіздікті салатын болсақ, минус 3 және 0. Сонымен міне минус 3 және 0 бізге керегі осының 0-ден кіші болатын аралықтары керек. Демек, 0-ден кіші десе, бұл кезде көрдік міне плюс, яғни мұна минус 3 пен 0-дің арасы болады екен. Ал екінші теңсіздігімізді есептейік. Екінші теңсіздікті есептейтін болсақ, бұның да түбірлері бағанағыдай міне минус, плюс, минус түбір асты 3 және 0 екенін көреміз. Бұған бұл үлкеніне тең 0 болу керек десе, онда міне тура осы аралықты қайтадан көшіре салсақ болады екен. Міне минус түбір асты 3, келесі 0, және де міне бұнда түбір асты 3 орналасқан. Бізге керегі міне мұна аралық. Осы екеуінің қиылысуы және міне осы екі қиылысудан шыққан аралықты бір-бірімен біріктіреміз. Сонымен біріншісінен бос жиын шықты. Демек, онда тек қана мына екінші аралықтардың қиылысуын алатын болсақ, бұл жерден бізде жауабы шықты. Міне x тиісті минус түбір асты 3-тен 0-ге дейін екен. Айтпақшы, минус түбір асты 3 ол тік жақша болады. Өйткені бізде минус түбір асты 3-ті апарып орнына қойсақ, 0-ге тең болатын жағдайды қанағаттандырады. Сонда міне минус түбір асты 3-тен 0-ге дейін деген шықты. Сонымен міне мұна берілген теңсіздікті аяқтадық.